Елге қызмет абыройлы міндет, әлеуметтің әлеуетін арттыру әрдайым маңызды. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, эфирде елге қызмет хабары. Бүгінгі студиямыздың қонағы Атырау қалалық білім беру бөлімінің басшысы Айнагүл Байғанинқызы Дүйсекенова. Студиямызға қош келдіңіз. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің сұхбатымыздың негізгі діңгегі бұл білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер төңірегінде болмақ. Енді алдымен сұхбатымызды бүгінгі сапа көрсеткішінен бастасақ. Деңгейі қандай қала мектептердің? Қайырлы күн. 2024-2025 оқу жылында Атырау қаласы бойынша қазіргі таңда 68 мемлекеттік мектеп және 20-ға жуық жеке меншік мектеп Атырау қаласы оқушыларына білім беруде. Өздеріңіз білесіздер, жыл сайын біздің қала мектептері саны толығып келеді. Жаңадан мектептер пайдалануға беріліп жатыр. Бұның барлығы бұл біріншіден қазіргі таңда бала санының артуына байланысты. Және екіншіден енді жаңа жайлы мектеп жобасы аясында да Атырау қаласында 9 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Соның 3-еуі осы оқу жылында пайдалануға берілді. Биылғы оқу жылында 77.795 оқушымен біз 3-ші тоқсанды қорытындыладық. Енді қазіргі таңда Атырау қаласында жыл сайын оқушы саны 5.000-нан 8.000-ға дейін артып келеді. Бұл қаладағы халық санының артуы, бала туулының жоғарылығы. Осы орайда біз бірінші кезекте орта білім беру ұйымдарында әрине бірінші кезекте біз балалардың қауіпсіздігі мен тәрбиесі және білім сапасына аса назар аударамыз. 3-ші тоқсанның қорытындысымен бүгінгі күні білім сапасы 53.3% құрап отыр. Ол өткен тоқсанмен салыстырғанда 1.4%-ға өсті. Ал енді жыл сайынғы көрсеткіштің өзі әртүрлі көрсетеді, өйткені біздің қала мектептерінің білім сапасына бұл жерде жекеменшік мектептердің және мына бином мектептерінің де білім сапасы қосылып орташа шығарылады. Дегенмен білім сапасын көтерудегі басты мақсат және атқарылатын жұмыс сол білім беру ұйымдарындағы педагогтардың біліктілігін арттыру, мектептердің жағдайын, әсіресе материалдық техникалық базасын нығайту және сапалы сабақ өткізу. Осы орайда енді білім бөлімі тарапынан және жергілікті атқарушы билік тарапынан біз тиісті деңгейде жұмыстар жүргізіліп жатыр және соңғы жылдардағы білім сапасы біздің өңірде көтеріліп келеді деп толық сеніммен айтуға болады. Өйткені халықаралық PISA байқауында да біздер Атырау облысы бойынша жақсы көрсеткішке жеттік. Соңғы өткізілген PISA-мен салыстырғанда және ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысымен де біздің түлектеріміздің барлығы дерлік мемлекеттік грант иегерлері атанып жатыр. Және биылғы жылда да біз осы сапаны жақсартуға байланысты жұмыстарды сол бағытта және жаңа да әдістермен жүзеге асырудамыз. Бұрындары қалыптасып қалған Атырау облысы білім сапасы бойынша ең төменгі өңір дейтін бұл қазір принцип бұзылды ғой. Ол жерде мысалы қағидат бұзылады ғой. Демек өсім бар. Сапа көрсеткіші жоғарылауы байқалады. Иә, сапа көрсеткіші енді бізде мынау сабақтың жаңа айтып отқан мен көрсеткіш бұл сапалық үлгерімді көрсеткіш қой. Яғни мектептегі оқушылардың жаңағы орта білім беру кезінде көрсеткіші. Ал енді мынау сыртқы мониторингтер кезінде МОДО, PISA және жаңа айтқан ұлттық бірыңғай тестілеу сияқты көрсеткіштерде біздің облыс, соның ішінде Атырау қаласы мектептері қазіргі уақытта жақсы орта деңгейдегі көрсеткішті көрсетіп отыр. Және алдағы уақытта да біз енді кез келген берілген қандай да бір рейтинг немесе қандай да бір сын болған жағдайда әр нәрсенің өзінің орнымен біз дәл нақты жауабын және себебін түсіндіріп келген болатынбыз. Дегенмен біз мына оқушылардың білім сапасына және ұстаздардың білім сапасына сәйкесінше білім берілуіне аса көңіл аударып отырмыз және осы бағытта жұмыстар қазіргі таңда күшейтілді. Білім беру саласында қандай өзгерістер бар биылғы оқу жылында? Енді 24-25 оқу жылында. Енді жыл сайын білім саласында енді әртүрлі реформалар болып жатады, өзгешеліктер. Енді биылғы жылы өзгерістер дегеннен гөрі жаңалық бойынша мысалға біздің үлкен ұлттық жоба, мысалы жайлы мектеп жобасы. Қазіргі таңда білім беру ұйымдарындағы пайдалануға берілетін нысандар бұрынғы кездердегі емес, қазіргі таңда жаңа өте толықтай қамтылған күйінде, барлық жағдай жасалған күйінде пайдалануға беріліп жатыр. Бұрынғыдай мектеп пайдалануға алғаннан кейін оны қайтадан материалдық техникалық базасын нығайтуға байланысты жұмыстарды қосымша жүргізудің қажеті жоқ. Және де біз одан да басқа жайлы мектептерден басқа да өзіміздің білім ордаларына тиісінше жаңа материалдық техникалық базаны нығайтуға байланысты жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр, реновация программасымен жұмыстарды жүргізу жоспарланып отыр. Ал жалпы
егер білім саласына келетін болсақ, бұл жерде тек орта мектеп емес, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына да тоқталатын болсақ, бізде қазіргі уақытта орта білім беру ұйымдарымен бірге мектепке дейінгі 47 балабақша бар. Оның біреуі биылғы жылы Бесікті ауылында пайдалануға берілді. Қазіргі уақытта жұмыс жасап жатыр. 47 балабақшада 11 мыңға жуық, 11 мыңнан астам тәрбиеленуші бар. Ал одан бөлек сол жеке балабақшалар, бізде жаңа айтып отырмын ғой, бала өсімі, бала туулы өте жоғары болғандықтан, сәйкесінше балабақшаға да қажеттілік өте жоғары. Осы орайда жекеменшік балабақшаларды қаржыландыру жүйесі, яғни мемлекеттік тапсырыс беру, бізде бірнеше жыл қатарынан республика аумағында жүзеге асырылып келеді. Сол жаңағы бірден бір өзгешелік биылғы жылы қазіргі таңда мемлекеттік тапсырыс беріліп отырған жекеменшік балабақшаларға пилоттық ваучерлік жүйе енгізілген деп жатыр. Яғни қаржыландыру бұл бақылауды күшейтеді. Бұл ваучерлік жүйенің бір өзінің басты ерекшеліктері бар. Бұл жерде жекеменшік балабақшаларды таңдау кезінде бәсекеге қабілетті орта қалыптасады. Яғни ата-анада таңдау тетігі болады. Екіншіден, бұл жүйені енгізілгеннен кейін, яғни бармаған балдар үшін осы күнге дейін орын алып келген қаржыландыру тәрізді заң бұзушылықтардың алдын алатын болады, ешқандай мүмкіндігі болмайды. Бұл ұлттық базалық деректер қорымен интеграцияланған жүйе болады. Және сонымен қатар бұның енді басымдығы өте көп, қаржыландыруды үнемдеуге мүмкіндік береді, сапаны жақсартады. Яғни жекеменшік балабақшалар ата-ананың таңдауына ие болу үшін өзінің материалдық техникалық базасына да аса назар аудара бастайды деп күтілуде. Міне биылғы жылы Атырау облысы бойынша осы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына ваучерлік жүйені енгізуге байланысты жұмыстарды біз қазір дайындық байланысты жүргізіп жатырмыз. Бұл республика бойынша енгізіліп жатқан биылғы жылғы жаңашылдық. Қашан енгізілуі мүмкін? Біз июнь айында жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда маусым айында. Қазіргі таңда біз түсіндірме жұмыстарын, оқыту семинарларын ұйымдастыру, жүзеге асырып жатырмыз. Түсінікті. Тағы бір соңғы осы жаңалық, балаларды бірінші сыныпқа қабылдау басталды. Биылғы талап тәртібі қалай? Өзгеріс бар ма? Әлде бұрынғысынша ма? Біз бірінші сыныпқа қабылдау, өзіңіз білесіз, бүгінгі біздің тақырыбымызға орай бұл мемлекеттік қызмет түрі, госуслуга болып табылады. Бірнеше жыл қатарынан енгізілген жаңашылық, соңғы мынау 3 жылдықта енгізілген жаңашылыққа сәйкес, қазір бірінші сыныпқа оқушыларды қабылдау бұрынғыдай тек жаз каникул кезінде емес, қазіргі уақытта биылғы жылда да, былтырғы оқу жылында да 1 сәуірде басталды. Бұл бірінші сыныпқа қабылдау 31 тамызға дейін жалғасады. Бірінші сыныпқа қабылдау үшін қабылдау жалпы 2 түрде көрсетіледі мемлекеттік қызмет түрі. Бұл автоматтандырылған жаңағы ЕГОВ жүйесі арқылы және екіншісі қағаз түрінде. Енді ол автоматты түрде ЕГОВ түрінде жазылған берілетін өтініш беру енді өздеріңізге түсінікті. Біздерде 99% автоматтандырылған жүйемен, яғни ата-ана үйінен шықпай-ақ, ешқайда бармай, өзінің үйінде отырып баласының қажетті құжаттарын ЕГОВ жүйесіне жүктеу арқылы өзінің тұрғылықты мекен жайы бойынша жақын орналасқан өзі бекітілген микроучасток бойынша мектепке заявкасын бере алады, өтінішін. Ал енді қағаз түрінде берілетін қызметтері ол көбінесе көп мынау біздің Қазақстанның азаматы болып табылмайтын, немесе сол жаңа баласының бірінші сыныпқа құжатын беру уақытында, мерзімінде өзінің бір қандай да бір құжаттарында мәселе болып жатса, ата-ана сол уақытта мектеп қағаз түрінде қабылдауға дайын. Сонымен қатар биыл біз жаңадан пайдалануға берілген мектептер жаңадан қабылданып жатқандықтан, сол мектептерге де кейбір ата-аналардан қағаз түрінде қабылдауға рұқсат бердік. Енді өтінішті беру 1 сәуірде басталды. Біздің Атырау қаласында 68 мектептің 24-ті аралас, яғни қазақ және орыс тілінде оқытады. 2 мектеп орыс тілінде оқытады және қалған мектептердің барлығы біздің мемлекеттік тілде оқытатын мектептер болып табылады. Ата-аналар өздерінің бұл жерде көп құжат қажет жоқ, тек қана ата-ананың немесе сол баланың заңды өкілі болып табылатын азаматтың өтініші, баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі, цифрлы фотосуреті 3-4 және медициналық карта, екпе картасы мен өзінің карта, жеке картасы оқушының. Осы құжаттар ғана, медициналық құжаттарды ғана талап етіледі. Сонымен қатар бұл мемлекеттік қызмет түрі болғандықтан өтініш берген күннен кейін 1 тәуліктің ішінде мектептен жаңағы ЕГОВ жүйесі арқылы ата-анаға жауап келеді. Тек қана сенбі, жексенбі күндері және мереке күндері өтініш қабылданбайды. Біз енді түсіндірме жұмыстан жүргізіп жатқан орай қашанға дейін қабылданады? Жалпы құжат қабылдау 31 тамызға дейін. Дегенмен де біз ата-аналарға кейінге қалдырмай, қазірден бастап балаларын
білім беру ұйымдарына бірінші сыныпқа қабылдатып қоюға байланысты жұмыстарды қазірден бастап жүргізе беруді ұсынамыз. Ал енді Айнагүл Байғаниқызы, мысалы мектепке қасындағы мектебіне береді ғой, енді көбі жаңағы алысқа тасығысы келмейтін шығар, көбі жаңағы өзінің учаскесіндегі мектепке бергісі келеді. Ал енді бала саны асып кетсе ол мектепте, әлде бұл шектеу жоқ па? Қабылдай бере ме барлық баланы? Сондай бір нюанс, қалай деуге болады, бір тұстар болды ма, сондай қиын тұстар? Өте сіз қазіргі таңда өзекті мәселе бұл. Именно бірінші сынып бойынша, жаңа айтып өттім, былтырғы жылы 8131 бала бірінші сыныпқа қабылданды. Оның алдыңғы жылы мысалы 5000-нан астам болатын болса, жылына 3000-5000 балаға дейін бала саны бірінші сыныпқа артып отыр. Биылғы жылы біздің қазіргі таңдағы балабақша жасындағы мектеп жасына толған балалардың саны, үйде отырған, жекеменшік балабақшаларға барып жүрген, жаңа мына бізде мектеп алды даярлық топ дейміз ғой, нулевой, соған барып жүрген балалардың санын біз жобамен қазір есептеп, биыл бірінші сыныпқа 10.000-11.000 оқушы келеді деп күтілуде. Бұл былтырғыдан көп пе? Әрине, былтырғы жылы 8131 бала қабылданды. Осы орайда енді біздің жасырын емес, қазіргі таңда біздің Атырау қаласында 3 ауысымды мектептер де бар, жаңа демографиялық өсім және жоғары. Сондықтан да өзінің бірінші сынып емес, кез келген сынып комплектіге отырғызатын норматив бойынша 25 оқушыдан қабылдау деген тәртіп бар. Осыны ескере келе, біз енді бірінші сыныптарға бірінші кезекте өзінің микроучаскесі бойынша бекітілген мекенжайдағы балаларды бірінші сыныппен қамтуды жүзеге асырамыз. Ал егер ол мектепте ол балаларды қабылдауға орын болатын болса, басқа микроучастоктың балдарын қабылдауға заңда шектеу жоқ. Дегенмен де бұл әсіресе біз мына орыс сыныптар үшін айтып отырмыз. Жаңа өзіңіз көріп отырсыз, мемлекеттік мектептерде, мемлекеттік тілде оқытатын мектептердің барлығы оқытады бізде 2 мектептен басқа. Ал орыс сыныптары, мысалы, бір микрорайонда бір ғана мектеп болуы мүмкін орысша оқытатын. Сондықтан да біз енді қазіргі таңда зерделеп, барлық кабинеттерді санап, біздің педагогтарды бастауыштың санын шығарып, барлық мектептерде максималды түрде бастауыш сыныптарға бірінші сыныптарды ашып жатырмыз. Қабылдау жүріп жатырмыз. Және де орыс сыныптарына жаңағыдай шама келгенше, яғни сол мектептің өзінің қуаттылық мүмкіндігін беретін қабылдап. Енді конституция бойынша бала біліммен қамтылу керек. Сондықтан да біз қазіргі таңда ата-аналардың өтініші негізінде берген арыздарды қабылдап болғаннан кейін біліммен қамтылмай қалған балдар болатын болса, біздің білім беру басқармасымен бірге бірлесе отырып, жаңа балаларды сыныпқа қабылдау мәселесін біз кешенді түрде шешетін боламыз. 31 тамызға дейін барлық бірінші сыныпқа баратын оқушыларды біз өтініштерін қабылдап бітіреміз. Бірақ қабылдау қазір жүзеге асырылады, ал 25 тамызда бұйрық шығады бірінші сыныпқа қабылдау туралы. Әрине, қазіргі таңда ауылдық елді мекендерден көшіп келу өте көп. Жұмыс барысына байланысты. Сондықтан да біз мектеп басшыларымен бірлесе отырып, қазіргі таңда келген ата-аналардың талап арыздарын енді шама келгенше, мүмкіндігінше біз қанағаттандыруға жұмыстанамыз. Жалпы мектептерде белгілі бір лимит бар. Мектептерде өзінің қуаттылығына сынып болу керек, 12-ші бірінші сынып болу керек деген сияқты бір лимиттер болады. Әрине, ол жаңағы сіз айтып отырған шектеу, бұл сол мектептің қуаттылығына байланысты. Сыныптың. Және екінші бұл мұғалімдердің жетісуіне. Енді бізде қазақ сыныптарында ешқандай мәселе жоқ. Мына орыс сыныптар үшін жетіспеген жағдайда да біз бір мұғалім өзінің келісімімен екінші сыныпты да алуға байланысты біз максималды түрде қабылдауды жүзеге асыратын боламыз. Жалпы білімсіз қалмайды ғой. Және бала мектеппен қамтылады. Бірінші сыныпқа енді осы ағымдағы жылы 6-ға толатын, немесе 6 жасқа толған оқушыларды ата-аналары бере алады. Ағымдағы жылы. Бала мысалға октябрь айында да 6-ға толса да, немесе қазан айында, немесе қараша айында толатын болса да, ата-анасы егер менің балам бірінші сыныпқа баруға мүмкіндігі бар, дайын, мен берем десе, бұл оқушыларда біліммен қамтылады. Түсінікті, бұл бірінші сыныпқа қабылдау, жаңа өзіңіз айтқандай, бұл мемлекеттік қызметтің бірі. Тағы да басқа қандай мемлекеттік қызметтер көрсетіледі? Жалпылама бір айтып өтсеңіз. Атырау қалалық білім бөлімі қазіргі таңда біздегі білім бөлімі және бізге қарасты білім беру ұйымдары 24 түрлі біз мемлекеттік қызмет түрін көрсетеміз. Ол енді мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңына сәйкес бізде электрондық веб-портал арқылы және кеңсе арқылы жүргізіледі. Біздерде өзіңіз жаңа ең 24 мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі, өйткені бізде мекеме саны да жоғары, және соған сәйкесінше қызмет көрсету түрі де белгіленген 24-ке жетіп отыр. Мысалға 2025 жылдың наурыз айын қосып алғанда
7633 мемлекеттік қызмет түрі көрсетілді. Бұл енді бірнеше есе көбейеді ғой, енді бірінші сыныпқа қабылдау басталды ғой. Бірінші сыныпқа қабылданайын. Оның ішінде енді біз мысалы былтыр жылдың өзінде 58 мыңнан жуық қызмет көрсеттік жылдың қорытындысымен. Соның ішінде кеңсе арқылы 1766 және корпорациялық 44, ал электрондық веб портал арқылы 5534 мемлекеттік қызмет түрі көрсетілген екен наурыз айын қоса алғанда. Сонымен қатар осы мемлекеттік қызмет түрлеріне енді бізде білесіздер қамқоршылық бар, қамқоршылық патронаттық тәрбие, бірінші сыныпқа қабылдау бар, және басқа да жетім балалардың құжаттарын рәсімдеуге байланысты 24-ке 4 қызметтің, мемлекет қызметтің біз барынша талапқа сәйкес, заңдылығына сәйкес жүзеге асырамыз, және ол бойынша да білім беру ұйымдарында да біз жүзеге асыруды қадағалаймыз. Ал кей жағдайда болады мемлекеттік қызмет түріне берілген өтініштер кері қайтарылатын. Мысалға біздерде жыл бас тарту, яғни 289 мемлекеттік қызметке бас тартылған екен. Бұның бас тарту себебі, басты жағдайы бұл тиісті құжаттар толық болмаған жағдайда. Көбінесе көп болатын себеп, яғни сол жерде қызмет көрсетуші, қызмет көрсетілетін азаматқа не үшін бас тартылғандығы туралы толық порталда да беріледі, және былай да түсіндірме жұмыстар жүргізіледі. Сондықтан да қазіргі таңда енді Атырау қаласы бойынша және білім беру ұйымдары бойынша мемлекеттік қызмет түрлерін сапалы өткізу және оның уақытылында көрсетілуі, мерзімінің сақталуы сияқты талаптарды біз барынша заңға сәйкес жүзеге асып отырамыз, және оны зерделеп отыратын, қадағалап отыратын құзырлы органдарда бар. Мерзімінен кешігу секілді бір заң бұзушылықтар, құқық бұзушылықтар дейміз бе, қалай, сондай болған жоқ па? Енді былтырғы оқу жылында 5 мектеп бойынша жаңағы сол мерзімінен қазір нақты себебін айта алмаймын, дегенмен де өздерінің себебіне байланысты 5 қызметке байланысты біз мектеп басшыларына тәртіптік шара алдық. Жаңа алдағы уақытта ондай жағдайда енді жалпы барлық мектептерде осы мемлекеттік қызмет көрсетілетін тиісті бұйрықпен бекітілген мамандар бар, және ол барлық біздің білім бөлімінен бастап мамандарды уақытында біліктілігін арттыру, жаңа бір қандай да бір өзгерістер енген жағдайда оқыту сияқты мәселе дұрыс жолға қойылған. Мемлекеттік қызмет көрсетуге кедергі келтіретін жағдайлар бар ма? Мысалы, интернеттің төмендігі жылдамдығының деген секілді, тағы да басқа жағдайлар. Жоқ, бізде білім беру ұйымдарында да, білім бөлімінде де мемлекеттік қызмет түрін көрсетуге байланысты жұмыс барысында ешқандай қиындықтар, кедергілер туындаған жоқ. Енді жұмыс барысында қандай да бір мәселелер туындаса, ол жұмыстың ретімен шешілетін мәселелер. Түсінікті. Енді жалпы білім беру саласында кезегін күткен қандай проблемалар бар қазіргі қала бойынша? Жаңағы енді орын тапшылығы, орыс тілі мамандарының жетіспеушілігі бұрыннан бар проблема ғой. Жалпы қазіргі таңда енді білім беру ұйымдарындағы мынау қауіпсіздік, жаңа балаларды айтып отыр ғой, қауіпсіздігі, балалардың сапалы білім алуы, балалардың жайлы ортада тәрбиеленуі сияқты тәрізді нәрселердің барлығы енді жергілікті атқарушы биліктің атқарып отырған жұмысының нәтижесінде мәселелер бәрі уақытында шешім тауып келеді. Әрине болады. Бұл қазіргі таңда демографиялық өсімнің өте жоғары болуына байланысты, жаңа айтқандай, өзіңіз айтқандай, мектептегі орын тапшылығы, балабақшадағы орын тапшылығы, дегенмен оның бәрі қазір кезең-кезеңмен шешіліп келеді. Бұл бірден бір жауабы оған жыл сайын пайдалануға беріліп отырған жаңа ғимараттар. Биылдағы жылдың өзінде де маусым айында да біз 6 жайлы мектепті пайдалануға беріледі деп күтіп отырмыз. Бұл енді әрбір мектептің қуаттылығын 1200-ден санайтын болсақ, мысалы бір ауысымға, бұл ертең бірнеше жүктемені түсіреді. 6 мектеп болса 7000-нің үстінде орын ғой. Сонымен қатар біз енді кезең-кезеңімен білім беру ұйымдарының күрделі жөндеулерінде өткізіп жатырмыз, бірақ ол уақытта да бірқатар енді қиындық демегенмен кедергілер болады. Яғни сол мектептің оқушыларын келесі мектепке оқытуға байланысты көбінесе көп ата-аналардың тарапынан, жаңа қоғамның тарапынан наразылық болады. Дегенмен де ол білім ордасы, ол ғимарат бір уақытта өзінің техникалық сырын береді. Сол уақытта жаңа балалар үшін, сол балаларға қолайлы орта жасау үшін жергілікті бюджетте, яғни құжаттар жасақталып, сметалық құжаттары мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін ол мектептерді біз оқу жылының басында болсын, немесе оқу жылының ортасында болсын, оқу жылының соңына таман болсын, қай уақытта құжат дайын болады, сол мезеттен бастап күрделі жөндеу жұмыстарын бастап кетіп, біз былтырғы осы оқу жылдың өзінде 4 мектепте күрделі жөндеу жұмысы аяқталды. Балалар қазір өз мектептерінде білім алып жатыр. Сол себепті енді алып бара жатырған қиындық жоқ, дегенмен де құттай бір сондай бір уақыттарда
бізде қиындықтар туындайды, кейбір пәндердің өткізу мерзімін уақытын 40 минутқа дейін азайтамыз деді. Ол да әрине өзіндік сапаға әсер етеді, дегенмен де сол жөндеу жұмыстарын өткізіп алмаса, кейіннен ол мектептердің апатқа айналып кетуге қаупі бар. Сол себепті біз түсіндірме жұмыстарын жүргізіп өткен. Бірақ дегенмен мектепте күрделі жөндеу жүріп жатыр екен, жаңа мектеп құрылысы салынып жатыр екен, аварийный мектеп екен деп сабақты өткізбей тастау немесе сабақты сапасыз өткізу деген нәрсеге біз ешқандай жол бермейміз. Және біздерге осындай жағдайлар, қандай да бір бұзушылықтар жөнінде біз ақпараттандырған болсаңыз, сол мектепке барып, балабақшаға барып, сол мезетте сол проблеманы шешуге біз жұмыстанамыз. Біз келесі жылдың өзінде де реновация программасы бойынша бізде бірнеше білім беру ұйымында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Ол жөндеу жұмыстарынан кейін материалдық техникалық базасы да нығайтылады. Қазір бірге ғой. Қазірдің өзінде енді көптеген мәселелер енді бізде шешімін тауып келеді және алдағы уақытта табылады деп біз сол уақытта жұмысты жүргізетін боламыз. Айнагүл Байғанинқызы, сонда мысалы енді 25 алдағы оқу маусымы 25-26-та қатарға тағы 6 мектеп қосылуы мүмкін. Болжам бар. Жоқ, бұл қосылады. Қазіргі таңда мектеп құрылыстары аяқтала келді. Жайлы мектептер. Сонымен қатар жергілікті бюджет есебінен салынып жатқан мектептер де бар. Мысалы, Еркінқала елді мекеніндегі мектеп күтілуде пайдалануға беріледі деп. Және бірнеше мектептің құрылысы бой көтеріп қазіргі уақытта жүріп жатыр. Олар өздері кезең-кезеңмен жүреді. Сол себепті оқушылардың өздерінің, мысалға, былтырғы оқу жылында, мысалы, Сарыөзек елді мекенінде Черноречкин оқушылары ұзақ жылдар бойы 4-ші мектеп Гагарин атындағы мектепке тасымалмен оқытылған болатын. Қазір ол мектептің оқушылары өздерінің тұрғылықты мекенжайы бойынша өздерінің елді мекендеріндегі мектепке баруға толық жағдай жасалды. Сол тәрізді 6 жайлы мектептің оқушылары да өздерінің тұрғылықты жүйелері бойынша ертең ашылғаннан кейін барып оқиды. Енді және бұл мектептегі оқушылардан сол маңда орналасқан мектептердегі жүктемені түсіруге толықтай мүмкіндік береді. Түсінікті. Ал енді қазір неше апаттық мектеп бар қала бойынша? Қазіргі таңда Атырау қаласында 4 апатты мектеп бар. Нөмірі 10-шы Сәбит Мұханов атындағы, нөмірі 11-ші Ыбырай Алтынсарин, нөмірі Ломоносов атындағы орта мектеп Балықшы мөлтек ауданындағы, және нөмірі 30-ші мектеп. Бұл мектептердің құрылыстарының қазіргі таңда бұзу және жаңа орнына мектеп түсіру жұмыстары жүргізілуде құрылыс басқармасымен, және бұл мектептердің орнының барлығына жайлы мектептер түсетін болады, салынады. Демек, бұрынғы сыйымдылығынан жоғары, көптеу. Енді ол жерде қазіргі таңда салынатын мектептерге қойылатын стандарт талаптар да бөлек, сол талаптарға сәйкесінше мектеп құрылыстары жүргізілетін болады. Енді ол жердегі мектеп құрылысына қандай қуаттылықпен салу жөнінде біз өзіміздің тарапымыздан салааралық қорытынды беріп отырмыз. Және қазіргі таңда мектептердің бәрі, жаңа айтып өттім, 900 орындық, 1200 орындық мектептерге біз сұраныс беріп отырмыз. Айнагүл Байғанинқызы, өзіңіз білесіз, қазіргі кезде, соңғы кезде жаңалықтардан жиі көретініміз бұл жаңағы жарылғыш зат қойылды деп мектептерде жиі ақпарат тарауда. Оның кейін жалған болып шығады, енді түрлі жағдай ғой. Енді осы орайда бір қауіптің алдын алуға бұл себеп секілді, мысалы бір қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында қандай да бір шаралар жүзеге асып жатыр ма мектептерге? Оқушылардың өмірі енді маңызды ғой. Жаңа айтып өттім өзім сізге. Атырау қалалық білім беру ұйымдарында тек оқу тәрбие процесін беріліп қалу қоймай, оқушы үшін мектеп қолайлы және қауіпсіз орта болу керек. Осы орайда қазіргі таңда енді барлық мектептерде біздерде бірінші деңгейлі дейді, күзет фирмалары, яғни конкурстық талаптарға сәйкес арнайы лицензияланған күзет фирмалары ғана конкурсқа қатысып, жаңа жеңімпаз болып анықталып, мектептердегі қауіпсіздікке байланысты қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Және сонымен қатар Атырау қаласындағы барлық мектептерде, апатты мектептерді қосып алмағанда, бізде дабыл түймелер орналастырылған. Ол түймелерді басқан уақытта кез келген сол мектепке қауіп төнген жағдайда ол сигнал біздің полиция департаментіне келіп түседі. Одан басқа, өзіңіз білесіз, білім беру ұйымдарында мектептердің айналасы, мектептердің маңында сергек, басқа да бейнебақылау камералары қондырылса, мектептің өзінде қондырылған. Сонымен қатар мектептің ішкі жағында да біз қазіргі уақытта әлі де болса сатып алу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз, камералардың. Сонымен қатар барлық кабинеттерде, қазір біздерде пәнді кабинеттерде де камералар қондырылған. Ал енді мемлекеттік мекемелермен, құзырлы органдармен бізде жылдық жоспар бар жасақталған. Арнайы оқытулар жүргізіледі. Мектептегі қауіпсіздік шаралар бойынша, яғни жаңа өзіңіз айтқандай терроризм, басқа да қауіптерге байланысты
өрт қауіпсіздігіне байланысты білім беру ұйымдарында бекітілген жауапты маман болады. Ол мамандар арнайы оқытудан өтіп тұрады, семинарларға қатысады, олар сәйкесінше сол мектептің оқушыларымен және ұстаздар ұжымымен жұмыс жасап, жұмыстарды жүргізеді. Ал енді жаңа өзіңіз айтқандай жалған ақпарат беріп, осындай нәрсе қойылды деген кезде де бізде алгоритм бар, нақты хабарлайтын құзырлы органдар бар. Құзырлы органдар келгенге дейін ешқандай артық іс-әрекет жасамайды, тек қана сол органдар тексеріп, егер сол жерде ешқандай қауіп төнбеген жағдайда мекеменің толыққанды әрі қарай жұмыс жасауына өздері сол рұқсат береді. Әрине бұлдай іс-әрекет жасаған тұлғаларға қатысты заңда көзделген жауапкершілік бар. Және осыны да біздер мектептерде жиындар өткізген кезде үнемі айтамыз. Енді мұғалімдердің біліктілігін арттырып, тәжірибесін шыңдау бағытында қандай жұмыс атқарылды, немесе жоспарда түзілген? Енді жаңа айтады ғой, мұғалім мектептің жүрегі, мұғалім қандай болса, мектеп содай да. Біздің айтқан ұлы ғұламамыздың сөзі. Әрбір білім беру ұйымдарындағы оқушылардың оқу тәрбие процесі қандай да бір ынтасын да көтеретін, соның дарынын да анықтайтын бұл мектептің мұғалімдері. Қазіргі таңда Атырау қаласында орта мектептерде бізде 6700-ге жуық педагог қызмет атқарады. 6700-ге жуық, және орта мектепке дейінгі білім беру ұйымында 1300-ден астам балабақшаларда, және 300-ге жуық қызметкер қосымша білім беру ұйымында педагогтар қызмет атқарады. Жыл сайын білім беру басқармасымен осы біздің педагогтардың біліктілігін арттыруға байланысты іс-шаралар жоспары бекітілген, және ол жерде нақты жыл сайын біліктілігін әрбір педагог 3 жыл сайын өзінің біліктілігін арттырып тұра алады. Ол міндетті ме? Міндетті 3 жыл сайын, және осы график арқылы білім беру ұйымдары жыл сайын сұраныс береді өздерінің мектептері бойынша, қай пәннен мысалға нақты лимит беріледі, соған байланысты кімнің кезегі келіп тұр, сол педагогтардың біліктілік арттыру курстарынан өтеді. Бізде мынау Өрлеу акционерлік қоғамы оқыту орталығы және педагогтардың шеберлік орталығы, мысалы екі мекеме арқылы жыл сайын Атырау қаласының мектептері және біздің облыстың педагогтары біліктілік арттыру курстарынан өтіп отырады. Ол жерде жаңартылған білім мазмұны бойынша қандай өзгерістер бар, барлығында сол біліктілік арттыру курсының қорытындысымен арнайы сертификаттар беріледі. Және осы орайда біздер өзіміздің және осы біліктілік арттыру курстарында кейбір курстарға біздің өзіміздің жоғары санатты шебер ұстаздарымыздың өзі тренер ретінде қатысады. Өйткені ол жұмыста да сол себепті енді бұл бағытта да жұмыс дұрыс жолға қойылады. Және жаңадан келген мамандарды мектепке жаңадан орналасқаннан кейін сол жерде, сол мектепте сол ұстазға тәлімгер бекітіледі. Яғни жаңа жас маманды тәрбиелеп, одан ары қарай дұрыс бағытта жұмыс жасап кетуіне. Ал тәлімгер ол кем дегенде зерттеуші немесе шебер санатты ұстаз болады. Жоғары категориялы ұстаздар. Содан кейін өзінің уақыт келген кезде ары қарай біліктілік арттыру курстарына қатысады. Ал егерде мұғалімдік қызметтен бірнеше жылға қол үзіп қалған адам болса, қайтадан жаңағы, мысалы бір арада 10 жылдан кейін қайтып қызметке келген болса, курсқа жіберіледі, арнайы? Әрине жоқ, бұл жерде біздерде қазіргі таңда мектептерге қызметке қабылдаудың өзінің тәртібі бар, бұйрығына сәйкес, конкурстық негізде. Педагог қызметіне орналасу үшін негізгі жалпы педагог мамандығы бар, кез келген дипломы бар адам заң шектемейді. Егер ол адам соттылығы жоқ болса, арнайы есепте тұрмаса, ол 10 жылдан кейін қайтып келсін, мүлдем бұрын жасамасын, жастық ерекшелігіне байланысты ешкім шектеу қоя алмайды. Дегенмен де ол жерде конкурсқа қатысқаннан кейін, егер конкурсқа бірнеше үміткер қатысатын болатын болса, әрине тәжірибесі бар, жаңағы дипломы да жақсы аяқтаған, немесе әртүрлі шығармашылық жетістіктері бар педагогтар. Дегенмен де біз қазіргі таңда жас мамандарды да қолдау мақсатында биылдың өзінде бізде 100-ден астам жас маман біздің білім беру ұйымдарының қатарын толықтырды. Сол себепті ол жерде жаңағы педагог деген тесттен өтіп кетсе, жаңа тиісті құжаттарын тапсырса, ары қарай жұмысқа қабылдамауды конкурстық комиссия шешеді. Конкурстық комиссияның қорытындысына сәйкес қабылданады. Енді мемлекеттік қызмет көрсету тақырыбына қайтадан бір оралсақ, қазіргі кезде сіздер тараптан бір талдаулар өткізілді ме? Бір жетілдіретін тұстар бар ма? Ұсыныс ретінде айтсаңыз. Бізде мемлекеттік қызмет түрлері бойынша біз үнемі бақылау жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Көрсетілетін қызметтердің сапалы өткізілуіне талдау жұмыстары дегенде біз мысалға
мемлекеттік қызмет, жаңа да айтқан болатынмын, тағы да айтамын, мемлекеттік қызмет көрсететін мамандар бізде арнайы курстардан үнемі өткізіледі, біліктіліктер арттырып отырады. Сонымен қатар біз мониторинг жасап, қалай көрсетіліп жатыр, мекемелерде уақытында көрсетіліп жатыр ма, қандай да бір бұзушылықтар бар ма, оны біз өзіміз ішкі талдау арқылы да анықтап, уақытында жұмысты жүзеге асырып отырмыз. Ал енді биыл жалпы қанша мектеп қосылады деп жоспар бар сіздерде? Жалпы мына жоспарларға тоқталсаңыз сөзге. Осы мектептен басқа тағы да басқа балабақшалар бойынша мүмкін. Өзіңізге белгілі, күні кеше Талғайраң елді мекенінде 900 орындық мектеп ашылды. Ол мектеп толықтай іске қыркүйек айында қосылады. Қазіргі таңда оқу жылының аяқталуына байланысты біз мектепті қабылдау жұмыстары жүріп жатыр 900 орындық мектепте. Қыркүйек айынан бастап сол мектеп оқушыларды қабылдайды. Жаз айында қабылдау, жаңа ұстаздарды жұмысқа қабылдау жұмыстары сияқты біз қазір енді құжаттардың қабыл алғаннан кейін мектептің толықтай пайдалануға, ары қарай сол мектепті ашуға байланысты жұмыстар жүргіземіз. Сол Талғайраң елді мекеніндегі 900 орындық мектеп, сонымен қатар жаңа айтып өткен болатынмын, маусым шілде айларында 6 жайлы мектептің құрылысы аяқталып келіп, сол пайдалануға берілсе, жаңа оқу жылында сонда 7 мектеп күтіліп отыр. Мұның барлығы енді ол мемлекеттік мекеме болғаннан кейін барлық алыс-беріс актісі бар, мектепті қабылдап алу жұмыстары бар. Соның бәрін толыққанды аяқтағаннан кейін біз оқушыларды қабылдап, ашып, мектепті толыққанды жұмыс жасататын боламыз. Енді оның мерзімі білім беру басқармасымен және тиісті жергілікті атқарушы билікпен келісіле отырып, уақыты белгіленеді дегенмен қазіргі таңда құрылыстары аяқтала келді. Бірақ ол мектепке баратын оқушылар қазір өзінің тұрғылықты жақын маңда орналасқан мектептеріне бара береді. Кейіннен жаңадан мектеп ашылған кезде сол мектепке біз сыныптармен бірге ауыстыру жұмыстарын жүргізетін боламыз. Айнагүл Байғанинқызы, балабақшалар бойынша. Балабақша бойынша ақпарат бар ма? Жаңа мемлекеттік балабақшалар бойынша. Енді жеке балабақшалардың жалпы көбейіп келе жатқанын білеміз, қазір мүмкіндік көп, енді бұрынғыдай емес қазір. Бірақ мемлекеттік балабақшаларда көбеюі мүмкін бе? Қазіргі таңда мемлекеттік балабақшалардың құрылысы жүріп жатыр. Қазір 2 балабақша, бұл Томарлы елді мекенінде және Дамбы елді мекеніндегі 280 орындық 2 балабақшаның құрылысы аяқталып келеді. Пайдалануға берілу күтілуде. Әрине, енді жаңа өзіңіз айтып өткендей, қазіргі таңда мамыр айынан бастап жаңағы балабақшаларда жолдама беру қызметі басталады. Бұлда да мемлекеттік қызмет түрі балабақшаға орналасу интеграцияланған Индиго жүйесі арқылы жүзеге асады. Индиго жүйесі арқылы ата-аналар өзінің баласын кезегін қойып, өзінің керекті балабақшасын таңдап, жолдамаға алғандығы туралы ата-ананың жеке кабинетіне және телефон нөміріне келеді. Сол себепті біздерде қазіргі таңда барлық балабақшаларда да, мектептерде де мемлекеттік қызмет көрсету бұрыштары бар. Қандай да бір сұрақ туындайтын болса, ата-аналар міндетті түрде қалалық білім бөліміне емес, бұлар мектептің, балабақшаның өзіне барып та жауап ала алады. Сонымен қатар қалалық білім беру ұйымдарының және білім бөлімінің Instagram, Facebook, әлеуметтік парақшалары бар. Қоғамдық біздің өзіміздің сайтымыз бар. Сонымен қатар саяси газеттерге біз бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арқылы да әртүрлі осы көрсетілетін қызмет түрлері бойынша біз қағидаларды үнемі жариялап отырамыз. Ақпараттандыру шаралары толықтай жүзеге асырылады. Айнагүл Байғанинқызы, бір сұрақ, енді осы сұхбатқа байланысты бір сұрақ ойыма түсіп тұр. Бұл директорлардың мәселесіне қатысты. Соңғы кезде өзіңіз білесіз, осы Атырау қаласындағы 10-ның үстінде мектепте директор жоқ деген бір ақпарат тарады. Бұл қаншалықты шындыққа жанасында, жалпы директор болуда неге мысалы қашат, былайша айтқанда адамдар? Әлде бұл әзір резервтің жоқтығының белгісі ме, басшылық лауазымға? Қазіргі таңда осының қандай проблемасы бар осы тақырыптың? Енді білім беру ұйымдарындағы барлық атқарылатын жұмыс ол бірінші басшыға тікелей байланысты. Сол себепті қазіргі таңда білім беру ұйымдарына бірінші басшыны тағайындаудың талаптары да өте жоғары. Және біздің қазіргі таңда Атырау қаласы бойынша 9 ғана мектепте қазір мектеп басшысының орнына лауазымда тұр. Бұл енді зейнеткерлікке кеткен адамдар және өз еркімен босатқан орындар. Дегенмен бұл талапқа сәйкес жаңағы бірінші тестілеу кезеңі, одан кейін әңгімелесу кезеңінен өтеді. Талаптар бар. Талаптар бар өзінің. Категориясы жоғары болу керек шығар. Міндетті түрде санаты тағайындалған кезде ол міндетін атқарушы емес, директорға тағайындалған кезде өзінің талабы бар санаттық. Сонымен қатар енді
мектептің басшылығында, яғни орынбасарлық басшылықта кем дегенде 2 жыл қызметте болу керек деген талап бар. Зауч, яғни 2 жыл бірінші басшы болатын тұлға кем дегенде сол өзі білім беретін басшылық салада былайша айтқанда басшы болып көру керек дейсіз. Басшы болып 2 жыл, орынбасар тәжірибесінде 2 жыл. Біз қазіргі таңда министрліктің 1000 көшбасшы жобасы аясында былтырғы жылы 3 мектеп директорын, биылғы жылы 2 мектеп директорын тағайындадық. 1000 көшбасшы жобасы аясында бір балабақша басшысы тағайындалды. Және біз ротациялау мәселесіне де назар аударамыз. Яғни білім беру ұйымында ұзақ жыл, яғни 7 жылдан астам отырып директор болған тұлғаларды, азаматтарды басқа білім ордасына ротациялау жұмыстарында біз жыл соңында, оқу жылының соңында жүргізетін боламыз. Қазіргі уақытта конкурстар уақытында беріліп отыр. Өз еркімен конкурстық талаптарға сәйкес деп танылған басшыларды біз тағайындап жатырмыз. Алдағы уақытта осы мектеп басшылығы бос тұрған лауазымдарға да кандидаттарды біз өзіміз кандидаттық резервті де қалыптастырғанбыз. Сол оқу орынбасары немесе басқа да бағытта орынбасар болған бейіндік азаматтармен, біздің әріптестермен түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, өзіміздің мектептерге, мектеп басшылығына, енді әрбір білім беру ұйымының басшысының бойында көшбасшылық қасиет болу керек. Және бірінші кезекте жауапкершілікті сезіне білу керек, өйткені білім беру ұйымының бірінші басшысына. Осы орайда конкурстық талаптарға енді сәйкес деп танылған қызметкерлер бізде мектеп басшылығында тағайындалып жатыр. Түсінікті, рахмет сізге, Айнагүл Байғанинқызы, студияға келіп осы білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер, талап тәртібі, атқарылған жұмыс, алдағы жоспарлар тізбектедіңіз. Қызметіңізге жетістік тілейміз, аман болыңыз. Құрметті көрермен, осымен елге қызметтің кезекті шығарылымы тәмамдалды. Ел аман, жұрт тыныш болсын.